Баршаңызға сәлем достар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға осындай ерекше әрі өте дәмді салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Ол үшін ең алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып араластырып, және де қызып тұрған табамызға құйып, блинчик сияқты етіп жасап алатын боламыз. Бізде 2 жұмыртқадан 3 штук шығады. Барлығын осылайынан 2 бетінен аударып отырып пісіріп аламыз. Жұмыртқамызды осылайынан теңде 3 бөлікке бөліп, жұқа-жұқа етіп, 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Содан соң алдын ала пісіп тұрған етімізді алып, ұзынша етіп турайтын боламыз. Қыздар, етті қатты пісіріп жібермеңіздер, ол кезде дұрыс туралмай езіліп кетеді. Менде мұнда 5 бармақтан қалған ет болғандықтан қатты жұмсақ болып тұр. Содан соң тұздалған қиярымызды алып, тағы да осылайынан ұзынша етіп турайтын боламыз. Барлығын біркелкі етіп турап аламыз. Қыздар, осы рецептпен сіздерде 2 порция салат шығатын болады. Осы огурцемізді турап алғаннан соң, жаңағы пісіріп алған блиниларымызды осылайынан орап, ортасынан бөліп, барлығын жіңішке етіп кесіп шығамыз. Барлығын осылайынан жіңішке ұзынша етіп кесіп алғаннан соң, кішкене ғана тұз саламыз. Қыздар, көп тұз салмаңыздар, бұл жерде қиярдың өзінің де тұзы бар болады, сол үшін қатты ащы болып кетпесін. Содан соң майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Осы салатымызды міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді әрі өте ерекше болып шығады. Салатымыз дайын болғаннан соң осылай лист салаталарымен астына қойып, бетіне егерде картофельні пай болса, соны сеуіп қойсаңызда өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Қыздар, видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет.